Қымбатты оқушылар, құрметті ата-аналар және ұстаздар, баршаңызды бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн ешқандай мерекемен тең келмейді. Өйткені білімнің асқар шыңына жетелейтін, қайталанбайтын күн. Бұдан асқан ұлы мереке жоқ деп ойлаймын. Олай болса, мұғалімнің бақыты, шәкірттің құрметі, ұрпақ тәрбиесі ұстазға байланысты. Ұяда не көрсек, ұшқанда соны ілерсің деп бекер айтпаған. Біз сіздерді жастардың бойына болу керек құндылықтарға тәрбиелей отырып, отаншыл, қазақстандық патриоттық сезімі қалыптасқан, білімі бәсекесіне төтеп бере алатын, санасы ашық, халқымыздың рухани, адамгершілік құндылықтарының бойына сіңірген, үш тілді еркін меңгерген, бүгінгі жылдам өзгеріп жатқан заманауи инновациялық өзгерістерге дайын тұлға болып тәрбиелеп отырмыз. Елімізге қазіргі жағдайға қарамастан оқу жылды аман есен аяқтап келдік. Бүгін мектебімізді 33 түлек бітіріп жатыр. Оның ішінде 2 алтын белгі иегерлері. Ол Мамытбекова Ботагөз және Абдығали Жанерке. Ендеше құрметті ата-аналар, оқушылар, алдағы жазғы демалыс оқушыларымыз жақсы демалып келіп, ерекше көңіл күймен демалуға тілектеспін. Келесі жаңа оқу жылдыққа амандықпен қауышайық. Дорогие мои ребята, учащиеся школы имени Ушинского, дорогие родители, педагоги, от всего сердца поздравляю вас всех с окончанием учебного года. Конечно же, для нас, для всех этот учебный год был необычным. Он был особенным, так как часть детей обучалась в дистанционном формате, часть детей обучались в дежурных классах. Но тем не менее мы справились с поставленными задачами, и в этом году у нас также много призеров различных конкурсов, олимпиад, несмотря на то, что они проходили в дистанционном формате. Это говорит о том, что коллектив педагогов школы Ушинского осваивает новые технологии, мы изучаем, мы по велению времени сейчас находим новые форматы обучения. Конечно же, хочется верить, что мы вернемся в следующем учебном году в родную школу и вернемся к нашему традиционному, привычному формату обучения в стенах родной школы. Поздравляю вас еще раз всех с окончанием учебного года. Желаю вам всем хорошего отдыха летнего, хороших каникул. Занимайтесь, ребята, самообразованием. Нашим выпускникам желаю только светлой, удачной дороги, хорошей сдачи экзаменов и единого национального тестирования. Спасибо вам всем за помощь, поддержку, уважаемые родители, терпения нашим педагогам и хорошего всем летнего отдыха.